Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін табада пісетін өте дәмді алмалы пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне 70 грамм қант қосып, қант ергенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін 120 мл сүт және 40 мл сұйық май қосып, тағы да аздап араластырамыз. Содан кейін осы сұйықтыққа 200 грамм ұнды електен өткізіп қосамыз және ұнның үстіне 10 грамм қопсытқыш және 1 кішкентай қасық ванилин қосып жақсылап араластырамыз. Ұнды 2-3 бөліп қосқандарыңыз дұрыс. Мен осындай қолдың миксермен жақсылап араластырдым. Егер сіздерде арнайы миксер болса, сонымен жасай берсеңіздер болады. Бірақ ұзақ араластырудың керегі жоқ. Бұл пирог, бисквит емес. Ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Біркелкі форма болғанша. Осындай болып шығады видеода көрсетілгендей. Қатты қою да емес, сұйық та емес, орташа болу керек. Және 2 алма қосамыз. Алманы қабығын алып тастаймыз. Кез келген алма қосуға болады. Мен осындай жасыл алма алдым. Және алманың орнына изюм, курага, немесе грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Алма қосқаннан кейін бұл пирог кішкене сулы болып шығады. Жұмсақ және сулы болып шығады. Алманы 4 бұрышты етіп тураймын. Осы YouTube каналыма аптасына 2 рет жаңа видео шығарамын. Сондықтан жаңа рецепті көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астында подписаться деген батырманы бассаңыздар жеткілікті. Алманы қамырға қосамыз және жақсылап араластырамыз. Содан кейін табаға сары май және кішкене сұйық май қосып жіберіңіздер. Асты күймеуі үшін кішкене ерітемін сары майды. Кішкене сұйық май қосып жіберемін сары майға. Енді қамырды саламыз осы табаға. От ең төменгі отта болу керек. Ең төменгі отта және қақпағын жауып қоямын. 15 минуттан кейін пирогты қарайсыздар. Пирогтың үсті кішкене құрғақ болады, міне көрініп тұр ғой. Және астыңғы жағы пісуі керек. Менікі ұзақ уақыт тұрып қалды, 20 минуттан аса тұрып қалды, кішкене астыңғы ортаңғы жағы пирогтың күйіп қалды. Бірақ сіздер 15 минуттан кейін қараңыздар, әркімде әртүрлі піседі. Ең төменгі отқа қоясыздар. Мен пирогты алдым, енді табаға сары май салып, пирогтың жаңағы үстіңгі піспеген жағын аударып қоямын. Пирогтың күйгеніне қарамаңыздар. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Мен балаларыма да, отбасыма да өте қатты ұнады. Сондықтан рецептпен бөлісейін деп шештім. Сіздер пирогты бір 10-15 минуттан кейін астын қараңыздар. Егер піссе, аударып қоясыздар және аударған жағын тағы да 5 минут пісіресіздер. Яғни 20-25 минутта пирог дайын болып шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Толығымен піскен, көтерілген, өте дәмді болып шығады. Және қант ұнтағын себемін. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Толығымен пирогтың піскенін. Осы рецепт бойынша пирогты дайындасаңыздар, комментарийға жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пирог толығымен жұп-жұмсақ болып піседі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.